Электр қуаты пайда болғаннан бері күнделікті телефон қуаттау мен теледидар көру барлығымыз үшін қарапайым зат болып саналады. Жалпы электр қуатын қайдан аламыз? Осыған тоқтап өтейік. Гидроэлектростанциялар, олар өзендерге салынады және су ағынының қуатын энергия ретінде пайдаланады. Жылу электр станциялары, олар отын жағудың күшімен жұмыс істейді, яғни табиғи газ бен көмір. Біздің елдің электр қуатының 70% көмірді пайдаланудан тұрады. Жел станциялары, мұнда күш қуатының рөлін жел ойнайды. Ол жел диірмендерінің қалақтарын айналдырып генераторды жұмыс етеді. Атом электр станциялары. Бұл жерде отын ретінде уран мен плутоний изотоптары пайдаланылады. Айта кетсек, Қазақстан уран өндіруден бірінші орында тұр. Яғни әлем бойынша уранның шамамен 43% біздің елде өндіріледі. Құрылғының жұмыс істеу принципін түсіну үшін бірінші құрылысын анықтап алу керек. Қазір кішкене химияны еске түсіреміз. Атом электростанциялары энергияны ядролық реакторлардан алады. Бұл энергия уран-235 ядросының бөліну реакциясынан пайда болады. Ядролардың бөліну орны белсенді аймақ деп аталады. Мұнда нейтрон жоғары жылдамдықпен уран атомының ядросына соғылып, оны екі бөлікке бөліп басқа нейтрондарды ығыстырады. Осылайша бізде тізбекті реакция жүзеге асады. Қысқаша айтқанда, уран ядросының бөлінуінен жылу түрінде үлкен энергия пайда болады. Бұл жылу газ ағыны ретінде беріліп, резервуардағы судың температурасын жоғарылатады. Су қайнап буға айналады. Ең соңында судың буы турбинаға барып, электроэнергия пайда болады. Қазіргі таңда әлемнің 32 елінде 440 ядролық реакторлар, яғни энергоблоктар жұмыс істеп тұр. Ең көбі Америкада 94 реактор және Қытай мен Францияда 56 реактордан. Жалпы адамның және табиғаттың факторларын есепке ала отырып, мұндай құрылғының қауіпсіздігі туралы нақты айту қиындау. Мысалға, дамыған Жапонияның өзінде жер сілкінісінен пайда болған цунамидің салдарынан Фукусима бір атом электр станциясының апатын алып келді. Мұнда резервтік генераторлар орналасқан жерасты қоймасын су басып, станция толық тоқтан ажыратылып, апаттық салқындату жүйелері істен шығады. Энергоблоктарда ядролық отын ери бастайды. Нәтижесінде радиоактивті элементтер ауаға тарады. Бұл тек бір ғана жағдай емес. Жалпы мұндай жарылыстар дәрежеге бөлінеді. Яғни жер сілкінісі балмен, магнитудамен есептелсе, мұнда 1-ден 7-ге дейінгі дәреже беріледі. Әлем тарихындағы 7-ші дәрежелі атом электр станциясының апаты бұрынғы Совет одағының құрамындағы Украинаның Чернобыльында орын алды. 1986 жылы 26 сәуірде Чернобыль атом электр станциясының 4-ші энергоблогында жарылыс болып, реактор толығымен қирады. Жарылыстың радиоактивті қуаттылығы 50 миллион кюриді құрады. Бұл Хиросима мен Нагасакиға тасталған атом бомбасының 500-нің жарылысымен тең. Қызметтік бөлмелер мен шатырда өрт басталды. Энергоблок ғимараты жартылай құлап, алғашқы 2 адам қаза тапты. Кейіннен белсенді аймақтың қалдықтары балқып, уран мен плутоний изотоптары ауаға тарады. Станция айналасындағы 30 шақырымдық иеліктен шығару аймағынан 115 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Зардапты жоюға 500 мыңнан астам адам қатысты. Жарылыс болғаннан кейін бірден Припять қаласының өрт сөндірушілері апат орнына аттанды. Олар алғашқы өртті өз өмірлерінің құнымен тоқтатты. Апат орнына тікұшақтар жұмылдырып, 11 тоннаға жуық топырақ пен әртүрлі қоспалар шашылды. Апатпен күресуге сол жылдары Украинада әскерде қызмет еткен Совет одағының сарбаздары да қатысқан болатын. Оның ішінде біздің елдің де азаматтары болды. Сарбаздар бұл жерде қандай радиация алатынын білген жоқ. Олардың жұмысы шатырды радиацияланған сынықтардан тазалап, радиация тарататын реакторға графит тастау керек болды. Әр сарбаз 3 минуттан жұмыс істеді. Сарбаздарға жалпы салмағы 50 килограммды құрайтын резеңке етік пен қорғасын халат кигізілді. Мұнда 4000 адам жұмыс істеп, шатыр толығымен жарты жылда тазаланды. Бұл адамдардың көбісі өмірден өтіп, ал қалғандары мүгедек болып қалды. Жұмысшылар станция маңындағы жердің беткі қабатын алып, энергоблоктың радиациясының таралуын тоқтату үшін оған саркофаг құрды. Апаттан кейінгі жұмыстар тек мамырдың ортасына қарай аяқталды. Қазіргі таңда бұл апаттан зардап шеккендер санын нақты айту қиын. Радиацияланған аумақта жұмыс істегендер бірнеше жылдан кейін онкологиялық аурулар мен сәулелену салдарынан қайтыс болды. Мұның бәріне кім кінәлі? Апаттан кейін комиссия құрылып, толық зерттеу жүргізілді. Жарылыстың болуы туралы әртүрлі нұсқалар айтылды. Бірақ кең таралған нұсқа станцияда жүргізілген экспериментпен байланыстырылады.
Яғни жарылыс реакторды апатты түрде тоқтатқан жағдайда электр энергиясының берілу эксперименті кезінде болды деген болжам бар. Ол үшін 700 мегаватт қуат қажет болды. Бірақ процедура басталғанға дейін қуат 30 мегаваттқа дейін төмендеген. Оператор қоректендіруді қалпына келтіруге тырысады. Ал қуат бақылаусыз тез көтеріле бастағанда ол авариялық өшіруді қосады. Қазіргі таңда Чернобыльдің жанындағы Припять қаласында радиация деңгейін бақылайтын қызметкерлер мен 300-ге жуық тұрғындар өмір сүреді. Бірақ ғалымдар бұл жерде адамның өмір сүруі қауіпсіз деп санамайды. Олар радиация толығымен тек 20 мың жылдан кейін ғана жойылады деп болжайды. Ал менің бүгінге айтарым осы, достар. Контент ұнап жатса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.